Саламатсыздар ма? Астрхан нөмірі 1 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Қазанбаева Анаргүл Абаевна. Бүгін мен сіздерге сауат ашу пәнінен сабақ беремін. 1 сынып. Бүгінгі тақырыбымыз біздің кафеде буын. Негізгі мақсатымыз, сабақтың оқу мақсаты сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау. Бұл сабақты түсіндіру үшін қазір мен сіздердің назарларыңызға шағын бейне фильм ұсынамын. Соны көріңіздер, балалар. Түсініп көруге тырысыңыздар. Буын. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Мысалы, бала, орындық, мектеп. Дауысты дыбыс сөз басында келгенде жеке өзі буын бұрай алады. Мысалы, әке, арыстан, ірімшік. Мінекей бейне жазбадағы берілген қорытындыласақ, мынадай ереже шығады, балалар. Сонымен сөз буыннан бөлінеді. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Буын дауысты дыбысқа негізделіп жасалады. Мысал келтіретін болсақ, ана деген сөзде 2 дауысты дыбыс бар, сондықтан 2 буын болады. Шағала деген сөзде 3 дауысты дыбыс бар, сондықтан 3 буын болады екен. Енді жаңағы алған білімімізді әрмен қарай толықтыру үшін мен сіздермен қазір кім жылдам ойын ойнайын. Ол үшін суретке жақсылап тұрып назар аударып қараңыздар. Осы суреттердегі бірінші 1 буын сөздерді, содан соң 2 буын сөздерді, сосын 3 буын сөздерді атауға тырысыңыздар. Көңіл аударып қараңыздар. Ал енді 1 буын сөздер тауып көрейік. Күн 1 дауысты дыбыс бар, сондықтан 1 буын сөз болады. Лақ 1 дауысты дыбыс бар, 1 буын сөз. Өте жақсы. Енді 2 буын сөздер тауып көрейік. Түлкі, қозы. Тамаша. 3 буын сөздер тауып көрейік. Қарлығаш, көгершін. Тамаша. Енді алған жаңағы білімдеріңізді әрмен қарай қорытындылау үшін семантикалық картаны толтырамыз. Қазір мына берілген сөздерді 1 буынды, 2 буынды, 3 буынды сөздерге жіктейміз. Ана 2 дауысты дыбыс бар, ендеше ол 2 буынды сөз болады. Қарындаш 3 буынды сөз, 3 дауысты дыбыс бар. Әже 2 дауысты дыбыс бар, сондықтан 2 буын болады. Ұл 1 ғана дауысты дыбыс бар, 1 буын сөз болады. Бала 2 дауысты дыбыс бар, 2 буынды сөз. Қызанақ 3 дауысты дыбыс бар, ендеше 3 буын сөз болады. Кешір 2 дауысты дыбыс бар, ендеше 2 буынды сөз болады. Сонымен балалар, ата-аналарыңызбен үйде мына суретке өте назар аударып қараңыздар. Жақсылап, үйде кафеде тақырыбында әңгіме құрастырасыздар. Ауызша әңгіме барысында өтінемін, мүмкін болса, ғафу етіңіз сөздерін пайдаланасыздар. Ал үйге тапсырма жазбаша жұмыс дәптеріңіздің 17 беттегі тапсырманы орындайсыздар. Суреттерге қарайсыздар, артық затты дөңгелетіп сызасыздар. Буын санына қарай сөздерді топтап жазасыздар. 1 буын сөздер, 2 буын сөздер, 3 буын сөздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.